Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен духовкада тауық етімен, картошкалармен әдемі сулы болып шығатын жаркоп дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен бізге 1 штук домашний тауық, дүкендерде болады. Осылай майдалап аламыз. Барлығын бөлшектерге бөліп, енді дүкендерде арнайы сатылатын осындай для курицы деген ішінде приправалары бар. Соның жартысынан көптеуін тауығымызға салып аламыз. Ішінде кішкене алып қаламыз. Ол бізге қазір керек болады. Енді қолымызбен жақсылап, барлық жеріне бірдей етіп, тегізіп, араластырып аламыз. Жарты сағатқа мариновкаға, холодильникке қойып қоямыз. Дәмдері, тұздары сіңіп әдемі болып тұрады. Енді бізге 4-5 штук картошка, 2 штук сәбіз, 1 штук пияз керек болады. Осылай ирек-ирек етіп формада турап алдым. Әдемі көріну үшін пышақпен турасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. 1 штук пиязымызды да турап аламыз майдалау етіп. Кешкі асқа міндетті түрде дайындап көріңіздер. Араластырып духовкаға сала саласыздар, тез ғана дайын болады. 1 штук пиязымызды осылай жіңішке майда етіп турап аламыз. Енді барлығын бір ыдысқа салып, жаңағы қалған ішінде азғындай приправамызды осы картошка массамызға салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Бұны да қаспен араластырсаңыздар да болады. Негізі қолмен араластырған ыңғайлы. Тағын айтып отпаңыздар. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Приправаның өзінің ішінде тұзы болады арнайы. Соның дәміне қарай аз болса тағы да тұз салсаңыздар болады. Красный молотый паприка саламыз және де кориандр салсақ болады. Дәмі өте күшті, әдемі болып шығады. Жаңағы тауығымызға да тұз саламыз, кориандр саламыз және де жақсылап араластырып аламыз. Бұл бізде жарты сағат холодильникте мариновка болып тұрды. Енді біздің тауықтарымыз сочный, әдемі болып шығады, әрі жұп-жұмсақ болады маринадталған тауық. Енді жаңағы өзіміздің приправаның ішінен осындай арнайы тауықты салып пісіргенге, духовкаға салғанға арнайы осындай пакетигі болады. Белін буып қоятын қызыл лентасымен осылай үлкен болады. Ішіне ашып, жаңағы бірінші тауықтарымызды, картошкаларымыз барлығын салып алып, жайғастырамыз. Осылай жалпақтау етіп, аузын жақсылап бұрап, ішіндегі ауасын шығарып тастаймыз. Жаңағы қызыл лентасымен жақсылап орап, байлап қоямыз. Духовканы алдын ала қыздырып қоямыз. Қысып тұрған духовкада 180 градуста 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің жаркобымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып шыққан, іштерінде суларымен өте дәмді болады. Суларына нан батырып жейтіндей болып керемет болып шығады. Енді легендерімізге сүзіп аламыз. Бізде осы жерде 2 легенде тола-тола тамақ шығатын болады. Кешкі асқа дайындап жеп көріңіздер отбасыларыңызбен. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Суларын қараңыздар, еттері жұмсақ, бетіне жаңағы қалған суларын құйып жібереміз. Нан батырып жегенге күшті керемет кетеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бетіне осылай зелень сеуіп әрлесек болады. Және де түрі де приятный болып көрінеді. Ас болсын баршаңызға. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін.